Премьер-министр Олжас Бектеновке. Еліміздегі туристік саланы жүйелі дамыту мәселесінің көтеріп келе жатқанына көп жылдар болды. Алайда сол түйткілдер шешімін таппаған күйі жылдан жылға жалғасып келеді. Шындығы керек туристік салада орындардың жетіспеушілігі, демалу құнының көпшілікке қолжетімсіз болуы, бағаға сапаның сай болмауы, сервистің нашарлығы және инфрақұрылым жетіспеуі айтыла жауыр болды. Біле білсек, туризм денсаулықты нығайтуға мүмкіндік, табыстың қайнар көзі, мыңдаған жаңа жұмыс орындары. Мәселен, қазіргі таңда әлемдік жалпы өнімдегі туризмнің үлесі 9%-дан асқан. Ал еліміздегі туризмнен түсетін табыс мардымсыз. Кейінгі 4 жылда экономика құрылымындағы туризмнің үлесі едеуір азайып, небары 3%-ды құрап отыр. Бұл әлемдегі орташа көрсеткіштен 3 есе төмен. Дүниежүзіндегі жұмыс орындарының шамамен 10%-ы туризмге тиесілі екен. Яғни әрбір 4-ші жұмыс орны осы салада ашылып жатыр. Мұны күні кеше ел президенті туризмді дамыту жөніндегі кеңесі ашық айтып, оңтайлы географиялық орналасуымыз, алуан түрлі табиғатымыз, бай әрі бірегей тарихи мәдени мұрамыз бар екеніне қарамастан, туризм саласындағы әлеуеттің толық пайдаланылмай отырғанын қатаң сынға алды. Туризм саласын қарқынды түрде дамыту үшін шұғыл әрі жүйелі шаралар қабылдауды нақты тапсырды. Жасыратын жоқ, негізгі қолбайлау мемлекет тарапынан туристік бизнесті оңтайлы қолдаулардың болмауы. Мысалы, елімізде мал шаруашылығын, өндіріс саласын қаржылай қолдайтын неше түрлі институттар мен бағдарламалар бар. Алайда туризм бизнесін дамытуға бағытталған нақты бір қаржы көзі жоқ. Ал банктер бұл саланы қаржыландыруға құлықсыз. Сонымен қатар инфрақұрылымның жетіспеушілігі, яғни жөндеу көрмеген сапасыз жолдар мен көлік қатынасының қиындығы шалғайда орналасқан туристік орындарға жетуді өте қиындатып отыр. Шұрық тесік жол қажытқан жолаушылардың демалыстан алған әсері су сепкендей басылып, енді қайтып онда келгісі келмей қалады. Басқасын былай қойғанда әйгілі Алакөлге апаратын жолдың өзі әлі толық жөнделіп бітпей жатыр. Сонымен қатар жазда демалушылар легі көп болғандықтан пойыздарға билет тапшы. Оған қоса жолаушылар вагондарында көбінің тозығы жеткен. Ал туристік санаттағы пойыздар атымен жоқ. Туристерді таситын автобустарды ұмытқанымыз қай заман? Ал ұшақтар бағасы аспандап, қарапайым демалушыларға қолжетімсіз болып отыр. Еліміздегі әуе тасымалында лоукостерлердің үлесі 21% екен. Мысалы, Грузияда лоукостерлер 56%-ды құрап отыр. Сондықтан азаматтық авиация саласы осы мәселенде ойластырған жөн. Сонымен бірге тартымды туристік пакеттер дайындап, оларды насихаттау жағы да кемшін. Сырттан келушілерді былай қойғанда ішкі туризмде әлеуеті жеткілікті пайдаланылмай жатыр. Тіпті елімізде балалар лагерінің өзі мүлдем жетіспейді. Олар бар болғаны балалардың 10% қамтиды екен. Айтылғандарды ескере отырып, үкіметке туризмді дамыту бойынша келесі шараларды ұсынамыз. Бірінші, дәстүрлі ауыл шаруашылығымызды этно, эко және гастрономиялық туризм нысандарын айналдыру бойынша қолдаулар көрсету. Өйткені қазір бұзылмаған табиғат пен таза тамақ өнімдеріне сұраныс артып келеді. Екінші, туризм саласын несиелендіруге арналған бағдарлама жасап, қаржы институттарын анықтау қажет. Үшінші, жыл аяғына дейін мемлекет басшысы айқындаған туристік аймақтардың әрқайсысынан кемі 3 ауқымды жаңа жобаларды анықтап және құрылысын бастау керек. Төртінші, ағымдағы жылдың аяғына дейін мәжіліске келіп, президенттің туризм саласына байланысты берген тапсырмаларының орындалысы туралы есеп беру қажет. Бұл сала аманаттық депутаттардың тұрақты бақылауында болады. Назарларыңызға рахмет. Құрметпен Аманат партия фракциясының депутаттары Жаңбыршин, Мұсабаев, Жұбанов, Ескендеров, Жайымбетов және басқалар.